Тақырыбы тіл кемістіктерінің тарихы. Жоспар: бірінші, логопедия өзіндік ғылым, екінші, сөйлеу тілі бұзылуының механизмі, оған қазіргі кездегі көзқарас. Логопедия дегеніміз сөйлеу тілі кемістіктерін, оның бұзылу себептерін болдырмау жолдарын, сонымен бірге осындай кемістіктерді әртүрлі жолдармен түзетіп жоюдың тәсілдерін зерттейтін ғылым. Логопедия арнайы педагогиканың бір бөлігі болып есептеледі. Логопедияның зерттеу объектісі сөйлеу тілі бұзылуынан зардап шеккен адам. Логопедия ғылымының анықтамасына сүйене отырып, мынандай міндеттерді бекітуге болады. Бірінші, әртүрлі тіл кемістіктеріндегі сөйлеу тілі қызметінің дамуын зерттеу. Екінші, сөйлеу тілі бұзылуын, оның симптоматикалық белгілерін анықтау. Үшінші, сөйлеу кемістіктерінің адамның жеке басының қалыптасуына, психикасының дамуына тигізетін ықпалын анықтау. Төртінші, ақаулары бар балалардың сөйлеу тілінде кездесетін тіл кемістіктерін зерттеу. Бесінші, сөйлеу тілінің кемістіктерін анықтайтын педагогикалық тәсілдерді дамыту, жетілдіру. Алтыншы, сөйлеу тілі бұзылуының себептерін, құрылымын, механизмдерін анықтау. Жетінші, сөйлеу тілі кемістіктерін жүйелеу. Сегізінші, түзету әдістері мен амалдарын жетілдіру. Тоғызыншы, қазақ тіліне тән дыбыстардың артикуляциялық ерекшеліктерін және түзету тәсілдерін анықтау. 11-ші, сөйлеу тіл кемістіктерінен алдын ала сақтандыру тәсілдерін толық жетілдіру. 11-ші, логопедиялық жәрдемді ұйымдастыру мәселесін жете зерттеу. Енді екінші сұрақ бойынша. Тіл кемістігі деп сөйлеу қабілетінің психофизиологиялық механизмінің бұзылу салдарынан сөйлеушінің сөйлеу тілінің қоршаған ортаға тән мөлшерден ауытқуын айтамыз. Тіл кемістіктерінің себебі сыртқы және ішкі зияндық факторлардың немесе екеуінің бірдей ағзаға әсер етуі деп түсінуіміз керек. Сөйлеу тілінің бұзылуы танымдық іс-әрекеттің және адамның әлеуметтік бейімделу мүмкіндігін шектейді. Сөйлеу тілі дамуының кешеуілдеуінің себептері мынандай. А пункті: жүктіліктің кезіндегі және туған кезіндегі патология, генетикалық себептердің ықпалы, есту мүшесінің зақымдануы, балалардың психикалық дамуындағы жалпы артта қалуы, әлеуметтік депривацияның себептері. Депривация тәрбие мен қарым-қатынастың жеткіліксіздігі, яғни бір-біріменен қабыспауы. Балалардың сөйлеу тілі патологиясының негізгі себептері мынандай. Бірінші, әртүрлі үш құрсақ патологиясы, яғни іштегі нәрестенің дамуына зиянын тигізеді. Сөйлеу тілінің ең ауыр кемістіктері іштегі нәрестенің 4 апталық пен 4 айлық аралығындағы дамуының бұзылуынан пайда болады. Екінші, босану кезіндегі жарақаттану және босану кезіндегі асфиксия, яғни оттегінің жетіспеуі. Үшінші, өмірінің алғашқы жылдарындағы әртүрлі кездесетін аурулар. Төртінші, бас сүйегінің жарақаттануы. Бесінші, тұқым қуалаушылық факторлары. Яғни, осының ішінде біз тұқым қуалаушылық факторменен
жете таныспыз. Мектепте биологиядан оқығанбыз. Мектепке дейінгі педагогикадан да оқып, тұқым қуалаушылық туралы біз көп білім алғанбыз. Яғни тұқым қуалаушылық деп ата-анадан белгілі бір биологиялық ұқсастықтың келесі ұрпақта қайталануын айтамыз. Енді тұқым қуалаушылық баланың дамуындағы ең негізгі фактор. Жалпы адамның дамуына негізгі 3 фактор әсер етеді. Біріншісі тұқым қуалаушылық, екінші тәрбие, үшінші орта. Міне соның ішінде ең бірінші тұқым қуалаушылық арқылы бала дүниеге келгеннен кейін ол ортада тәрбиеленеді, ортада жетіледі, ортада өседі. Так, алтыншы әлеуметтік тұрмыстық жағдайларының қолайсыздығы, яғни баспананың жеткіліксіздігі, немесе тамақ қорының жеткіліксіздігі, екі жастың жалпы отбасындағы кикілжіңдер, мұның барлығы келеттағы әлеуметтік тұрмыстың нашарлауына келіп соғады. Сондықтан тұрмыс құрарда барлығын елеп, екшеп, бәрін дұрыс дайындап, содан кейін барып тұрмыс құру қажет. Тіл кемістіктері жеке немесе басқа тіл кемістіктеріменен қисындасып, тіркесіп кездесуі мүмкін. Соған байланысты олар логопедияда белгілі терминдерменен белгіленеді. Олар дислалия, яғни ол есту қабілетіменен сөйлеу мүшелерінің инвервациясы дұрыс сақталмағанда кездесетін тіл дыбыстарының бұзылып айтылуы. Екінші, ринология, сөйлеу мүшелерінің анатомиялық, функционалдық кемістіктерінің салдарынан дауыс тембрінің, яғни әуездігінің тіл дыбыстарының айтылуының бұзылуы. Үшінші, дизартрия, бұл жүйке тамырларының сөйлеу мүшелерінің жұмысын толық қамтамасыз ете алмауына байланысты. Сөйлеу қабілетінің бұзылуы. В пункті тұтықпа, сөйлеу мүшелерінің бұлшық еттерінің тартылуы салдарынан сөйлеудің ырғақтығының, жылдамдығының бұзылуы. Әсіресе мектепке дейінгі шақта осы тұтықпа көп балаларда кездеседі. Міне соны дәрігерменен, логопедпенен бірлесе отырып, дұрыс жолға қойылса, тұтықпаны тез жоюға болады. Г пункті брасилалия, яғни сөйлеу жылдамдығының қалыптан тыс баяулауы, яғни кейбір балалар өз қатарластарымен салыстырғанда өте кеш сөйлейді. 5, 6, 7 жасқа шейін сөйлемей жүретін балалар болады. Сөйлегеннің өзінде сөздерінің бір-біріменен қабыспауы. Бұны да логопедпенен дәрігер бірлесе отырып емдесе, оны да жоюға болады. Д пункті дисфония, яғни дауыс шығару мүшелерінің қалыптан тыс өзгеру себептерінен дыбыс шығару қабілетінің бұзылуы, немесе мүлдем айта алмауы. Бұл бараттағы, одан кейін өмірде кездесіп жүрген мылқаулардың пайда болуында осы дисфонияның әсері көп екен. Ж пункті алалия. Бұл бас ми қабығындағы тіл аймақтарының жастайынан зақымданудың әсерінен балалардың сөйлеу тілінің жетілмеуі немесе мүлдем дамымауы. З пункті афазия. Сөйлеу тілінің толық немесе жартылай жойылуы. Міне осындай кемістіктің барлығы мектеп жасына дейінгі балаларда егер дұрыс
өмірге ұрпақ келмесе, осы айтылған логопедиялық кемістіктердің пайда болуы мүмкін. Сондықтан жас ана, жас жұбайлар шақырған уақытта дәрігердің көмегіне сүйену керек. Іштегі нәрестенің дұрыс дамып немесе дамымай жатқандығын консультация алу арқылы босанғанға дейінгі уақытта анықтап біліп отыру керек. Босанғаннан кейін де консультацияны әрі қарай жолға қойып, баланың дұрыс дамуына көп көңіл бөлу қажет. Болды.